Талғат Шайкен 2018 жыл алғаш рет жасөспірімдердің дүниежүзілік олимпиадасында сол Буэнос-Айреста 2018 жылы 64 кило салмақта күш сынасып күміс медаль иеленген болатын. Финалда ресейлік Илья Поповқа есе жіберіп, сол кезден бері Талғат Шайкеннің жүріп өткен жолы көрермендердің көз алдында. Кәсіпқой бокста біраз бағын сынады. МТК Глобал клубының сапында өнер көрсеткен болатын Талғат Шайкен Странжа кубогында өте жақсы жұдырықтасып Қазақстан ұлттық құрама сапына енген болатын. Бірақ содан кейін Талғат Шайкен осы жартылай орта салмақтың тізгіні мықтап қолын қалған. Бұның жігіттің енді соққыста өте зілдей, бойы тапал болғанмен, бірақ соққысы өте жойқын. Кәсіпқой рингте бұл көкшетаулық боксшы. Көкшетау боксыны біз байқасаңыздар бұған дейін жұдырықтасты ғой. Күндізгі бағдарламаны көрген болсаңыздар, Шыңғыс Мусиновтың өнерін көрдік. Міне тәсілдер ұқсас. Дәл осы тәсілде Руслан Мусинов та шегінбей қас шебереді. Міне Талғат Шайкенді көріп отырмыз. Кәсіпқой рингте ол 8 жекпе-жек өткізді. 8-інде де жеңіс жетті. Сол 8 жекпе-жектің 4-еуі нокаутпен аяқтаған болатын Талғат Шайкен. 8 емес, тіптен 9 жекпе-жек өткізген екен. Енді олардың көп салмақты өтті. Өзімізде соның барлығында көру бақты бұйырған. Сол жарыстарда өте жақсы қырынан көрсетті. Бірақ қайта мына әуесқойлар арасында МТК Глобал қарағаннан кейін міне қайта әуесқойлар арасында жұдырықтасуға Талғат Шайкен бел буған екен. Ал Алинұр Өмірбек жайында айтар болсақ, ол 70 кило салмақта осыдан 3 жыл бұрын, яғни қазанда өткен ТМД елдердің ойындарында жасөспірімдер арасында өткен жарыс қой. Ол кезде сол команда Аркадий Тапаев пен Елдос Сайдалин бастап Айды аспанға бірақ шығарған еді. Сол кезде осы Алинұр Өмірбек жеңіс тұғырының ең биік сатысына көтерілген болатын. Екеуі де жастар буын арасындағы жарыстарды өздерін мойындатқан спортшылар, түбегейлі мойындатқан. Ал ересектер арасында енді Алинұр Өмірбектің бағындырған бір белестерін білмейміз бәлендей. Ал Талғат Шайкен болса, міне жақсы. Соңғы сәтте тиген соққыда оңбай дейді міне. Берікбай Нұрымбетовті жеңді міне. Дәл осы біз айтып отырған Талғат Шайкен. Ай, міне, қатты міне соққылар өтті. Міне бет әлпеттерден төрешілерді байқап отырған боларсыздар. Шетелден 10 шақты төреш шақырылып осы жекпе-жектерде қазылық етуде. Бұл жаңадан құрылған Қазақстан бокс федерациясының осындай қадамға барып отыр. Бұраталушылық болмасын, бармақ басты, көз қысты жағдайлар орын алмасын деген оймен осы шетелден де төрешілер шақыртуды жөн көріп отыр.
Бұл раундта Талғат Шайкеновтың басымдығымен өтуде. Қарағоз Абдалиевтің турнирында биыл Бішкекте өткен Талғат Шайкен ширек финалда еліміздің тағы бір танымал боксшы кәсіпқой бокс пен әуесқой боксты бірдей серік етіп жүрген Рахат Сейітжанмен жұдырықтасып, сол кезде Талғат Шайкен 5-0 есебімен ұтқан болатын. Одан кейін Нұрбол Яхияновты, Түркістан облысының өкілін ұтты. Әзірге Алинұр Өмірбек Шайкеннің дамылсыз шабуылына шыдас беруде. Екінші раундта өз мәресі жетті. Алинұр Өмірбекке қазір белсендірек қимылдау керек. Жақсы мына. Алинұр да талантты боксшы. Соққылар сериясын жұмсады қазір Алинұр. Енді Талғат Шайкен екінші нөмірмен жұмыс істеуге кірісті. Я бір-бірін жақсы ұрып жатыр, бірақ көп соққыларын көбісіз қолғапқа тиіп. Өте жақсы, Алинұрдың джеб соққысы жақсы. Міне қайда хук кетті. Ақмола облысының өкілі Талғат Шайкен Алинұр Өмірбекті жарыс жолынан шығарып, өзі келесі айналым